Әрбір бала дүниеде жоқшылық көрмей, ештеңеден тарықпай өсіп жетілсе, шіркін, арман бар ма? Алайда өмір болған соң, сан қилы тағдыр, сан қилы отбасы бар. Есімім Асхат. Жетісай қаласының тумасымын. Ауылымыз шағын, азғана тұрғын болғандықтан, бәріміз бір үйдің адамдарындай таныспыз. Көшеде көріскен адаммен амандасып, хал жағдай сұраспай өтіп кетпейміз. Бірлігіміз жарасқан ауылымыз. Көп адам егін шаруашылығымен айналысады. Жағдайы төмен отбасылар өте көп. Сондай отбасының бірі сыныптасым Ғабиттің үй іші. Балалық махаббатпен қоштасып, өмірге деген көзқарасым өзгеріп, есейіп ержетіп жүрген кезім 8-ші сыныпта сыныбымызға жаңа оқушы қыз келді. Оның алдында бұл қыз жайлы естіген болатынмын. Бұл сұлу бойжеткен жаңа ғана атап өткен сыныптасым Ғабиттің үйіне келген. Жай ғана қыдырып келген жоқ. Ата-анасы қаза болып, нағашы әпкесі, яғни Ғабиттің анасы Назым апай асырап алған соң, енді ол да біздің ауылдың бір тұрғынына айналды. 2-ші тоқсанның алғашқы күні мұғаліміміз Салтанат апай жаңа сыныптасымызды таныстырып өтті. Есімі де өзі секілді ерекше екен, Көркем. Тарих сабағынан беретін мектебіміздің ең қатал ұстазы Ерболат ағай бүкілімізден тарих пәнінің кітабы мен дәптерлерімізді жинап алды. Кәні балалар, бір тоқсан бойын не оқыдық, бір тексеріп өтейін. Алдарыңа күнделіктеріңді ашып қойыңдар. 1-ші тоқсанда өткен кез келген тақырыптан сұрақ қоям, жауап бере алмағандарға күнделікпен қоса журналға да 2 қоям. Бірақ мырағыңды жинастыр. Ағай бәрімізге бір шеттен бастап сұрақ қойып келе жатыр. Ешбіріміз жауап бере алмадық. Ең үздік оқушымыз Манзураның өзі мүдіріп қалды. Бәріміздің күнделігімізге қып-қызыл 2 бағасы түсті. Топастар, өңкей! Сонда 190 бойы не оқыдыңдар? Миларыңда түк қалмаған қалай? Манзура, мен сені олимпиадаға алып барам деп жүрсем. 190-да өткен сабақ есіңде жоқ болса, қалай қаншама жылғы біліміңді сынаққа түсірмексің? Кешіріңіз, ағай. Ағай, кешірім сұраймын. Сізге сұрағым бар еді. Сен жаңадан келген оқушысың ба? Айта бер. Сіз сыныптағылардың бәріне сұрақ қойып, неге маған қоймадыңыз? Сен жаңадан келген жоқсың ба? Қай жақта оқысам да бәрі бір оқулық емес пе? Бұл сыныптағылар оққан сабақты мен де оқығанмын. Өз-өзіңе соншама сенімді екенсің, ендеше сұрақ қояйын. Жауап бере алмасаң, алғашқы күннен ақ 2 аласың. Қоя беріңіз. Оның өз-өзіне сенімділігі, сыңғырлаған нәзік үні, сұлулығын мен өзіне баурап алды. Көз алмай қарап тұрдым. Жетісудағы сақ жерлерін біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда Орталық Азиядан келген қандай тайпа мекендеген? Үйсін. Өзін жеңілмейтін, құдай санаған, бірақ ақыры сақтардың қолынан қаза тапқан Парс елінің патшасы Кир. Ағай ашуға бой алдырды ма, әлде таңырқады ма? Бір емес 10 сұрақ қойса да, Көркем мүдірмей жауап берді. Ағаймен қоса бәріміз таңданып қалдық. Манзураның көре алмай тұрғаны көздерінен көрініп тұрды. Алдында атап өткендей, Назым әпке мен Бағдат көке өз күндерін әрең көріп, 5 баласын тойдыру үшін қиындықпен арпалысып жүрген жандар. Қара шайы, мақта терім қызып тұрған кез. Бұл кезде көп оқушы сабаққа келмейді. Бір көргеннен ессіз ғашық болған жаңа сыныптасым Көркемнің жүзін 1 апта бойы көрмей ішім алай-дүлей болды. Мұндай сезімді алғашқы рет басымнан өткізіп отырмын. Оны көру үшін бәріне дайын едім. Мен негізі үйдің жалғыз ұл перзентімін. Әкем Алдияр ауылдағы полиция бөлімшесінің бастығы. Бір сөзбен айтқанда, байдың ақ саусақ баласымын. Әкем мен анам мен үшін үнемі алаңдап отырады. Соған қарамай сүйгенімнің жанарын бір рет болсын көру үшін олардан сұранбай қағазға хат жазып қалдырып, мақта терімге кеттім. Мақта тергенін алыстан көргенім болмаса, оның қалай терлеуін де білмейді екем. Трактордың тележкасындағы жұрттың бәрі маған қарап күле береді. Не үшін күліп жатқанын түсіне қойған жоқпын. Балам-ау, сен өз қайда бара жатқанын білемісің? Я, мақта теруге. Мақтаны неге термексің? Қабын қайда? Түскі асқа шәй, су, тамағын қайда? Ол жақта тамақ бермей ме? Ол жақ саған қонақ үй дейсің бе? Айдала,
Не су, не жарық жоқ жерде кім саған тамақ береді? Мен ол жағын білмеппін. Ей әпкесі, бұл жігіттің көздерінен от лапылдап тұр ғой, махаббат оты. Тележкаға адам мінген сайын мойнын созып, ғашығын күтіп отыр. Бәсе, сондай бірдеңе бар ғой. Әйтпесе кімсің? Алдиярдың ұлы мақта теріп, ақшаға зар болды дейсің бе? Жоқ, олай емес. Сол сәтте ұялғаннан бетім дуылдап ашып кетті. Трактор тоқтаған сәтте енді ғана түспек болғанымда қарсы алдымнан Көркем шығып келе жатыр екен. Сасқанымнан бір бұрышқа отыра кеттім. Оны көрмеген сыңай танытып, теріс бұрылып отыра бердім. Оның мен жаққа жақындап келе жатқанын байқап, жүрек соғысым жиілеп, кеудем тарсылдап барады. Сәлем Асхат, қалың қалай? Көркем, сен де мақта теруге шықтың ба? Негізі бұл сұрақты саған қойған дұрыс болар. Сен не, мақта термекшісің бе? Я, онда тұрған не бар? Жай, қызық екен. Екеуміз жолай әңгімелесіп бара жаттық. Бәрі бізге қарай күлімдеп отыр. Назым, күйеу балаң құтты болсын. Сіңілің мықты екен, келген бойда біздің ауылдың менмін деген жігітін ұстап алыпты. Қайдағы жоқты айтпаңызшы, олар әлі бала емес пе? Әр екеуі сыныптас. Солай емес пе, Көркем? Назым әпке Көркемге бергел дегендей көзқараспен үңіле қарады. Көркем де әпкесін бірден түсініп, менен қашып, әпкесінің жанына барып отырды. Одан көз алмай қарап отырғым келген, бірақ менің кесірімнен Көркем әпкесінен ұрсысып қалуынан қорықтым. Егістікке жетіп, бәрі жүйекке таласа кетті. Мен аузым аңқиып тұра беріппін. Бір кезде алыстан Көркем қол бұлғап шақырғанын байқап, қуанышым қойныма сыймай, алып ұшып жетіп барын. Өзімен қоса маған да жаннан бір жиек алып үлгеріпті. Бір кезде беліме мықтап қап байлап берді. Екеуміз қатар жүріп, аппақ үлпілдеген мақталарды тере бастадық. Оның әңгімесі сабақтан араспайды. Кәні мен саған есеп жасырайын, шешім тауып көр. Дұрыс тапсаң, мен саған ана жерге дейін терген мақтамды саған берем. Ал таба алмасаң, мақтаңды сен маған бересің, дейді. Мен мақта теріп ақша табу үшін емес, оның жанында жүріп, дидарына тойғым келгенін ол қайдан білсін. Махаббат шіркін, не істетпейді? Жұрттың бәрі жең ұзын көйлек кисе, мен ақмақ жеңі қысқа жейде киіп алғанмын. Аяқ қолымның бәрі мақтаның сабақтарына тырналып кетті. Оның жанында жүргенде тәнімнің ауырғаны мен ашығанын еш сезінген жоқ едім. Үйге келген соң жаным көзіме көрінді. Сонда да онымен өткен әрбір сәтім бақытқа толы болды. Қаншама қиындық көрсе де, өмірге деген құштарлығы, қиындыққа күлімдеп қарсы тұруы, тартымды қылықтары адамды өзіне баурап алады. Бірақ сол күннен соң әкем үйден шығармай, оның жанарын бір көруге 10 күн бойы зар болдым. Мақта терім аяқталып, сабақ басталған күні, таңертең 8-де басталатын сабаққа 6:30-да барып, күзетшімен әңгімелесіп отырғанды ойласам, еріксіз күлкі қысады. Сыныптағы қыздар екіге бөлініп алды. Бір топ қыздар Манзура жақта, екінші топ Көркем жақта. Манзура мені ұнататынын білем, бірақ оның өзімшілдігі, өзгелерді көре алмайтын қасиеті мені одан алыстатып жіберген. Ең үздік санап келген оқушымыз Манзураны басып озып, бірден 5 пәннен олимпиадаға қатысып, оның 3-еуінен бас жүлде, 2-еуінен бірінші орын алып, одан қалса сүйгенінің, яғни менің жүрегімді жаулап алған үшін Манзура әбден Көркемге өштесіп алды. Үзіліс кезде Манзура бастаған бір топ қыздар Көркемді келемеждеп тисе берді. Әбден келе кетіп күлді. Бәріміз де бұл шайқас немен аяқталарын күтіп тұрдық. Төзімі таусылған Көркем аяғын аспанға көтеріп, Манзураның дәл жағынан теуіп, ұшырып түсірді. Ол жердегі қыз атаулы былай тұрсын, жігіттердің өзі шошынып қалды. Осылайша директордың кабинетінен бір-ақ шықты. Кейіннен оның каратеге қатысқанын, қарай белбеу иесі екенін білдік. Бұл хабарды естіген соң, оған деген махаббатым еселей түсті. Себебі маған қыз баласы болса да,
өзін өзі қорғай алатын, нәзіктігімен қоса ержүректігі қатар жүретін қыздар қатты ұнайтын. Сөгіс естігенмен енді тек білім жағынан емес, биіктікке, ұзындыққа секіру, жүгіру секілді сайыстарға қатысып, әр сайыстан олжалы оралып жүрді. Оның алға қойған мақсатына жету үшін аянбайтын өжет, қайсар мінезі мені өзіне еркімнен тыс байлап алды. Ессіз, көзсіз оған жан-тәніммен ғашық болдым. Мендегі өзгерісті байқаған ата-анам да мәз болып жүрді. Білімді қыздың жанында жүріп, білімге деген қызығушылығым оянды. Мектепке әрең жалынып жіберетін анам мендегі өзгеріс махаббаттың әсерінен екенін бірден ұқты. Жаңа жыл қарсаңында әдемі жылтыр қағазға оралған қорапшаны маған ұсынды. Сыйлықты ашқалы жатқанымда анам тоқтатып қалды. Жоқ ұлым, ашпа, бұл сыйлық саған емес. Маған болмаса, неге маған беріп тұрсыз? Бұл сыйлық менің ұлымды жөнге салып, махаббатына ие болған менің ақылды, сұлу, болашақ келініме. Анашым, не айтып тұрсыз? Құлыным-ау, сендегі өзгерісті байқамайтындай, көрсоқыр емеспін ғой? Жындыны сау ететін де, сау адамды жынды ететін де, ол тек махаббат. Менің тентегімді ақылға келтірген қыз осал емес сірә. Анашым, кәні сыйлықты алып, дереу мектепке қарай жүгір, әйтпесе кешігіп қаларсың. Анам берген сыйлықты көркемге қалай ұсынуды білмедім. Партасына қойсам, басқа біреу алып қою мүмкін. Өзіне жүзбе-жүз беруге дәтім жетпейді. Ойлана келе, үзіліс кезінде сөмкесіне салып қойдым. Бірақ тағдырға қарсы тұрар ешкімнің қауқары жоқ. Өмір деген істетіп, мен Шымкент қаласына оқуға кеттім. Сүйгенімнен жырақта болу мен үшін өте қиынға соқты. Ғабит екеуміз бір жоғары оқу орнында оқып, достығымыздан бұрынғыдан да нығая түсті. Әр сенбі күнін асыға күтетінмін. Сенбі күні ауылыма қайтып, ата-анаммен хал жағдай сұрасып, дереу сүйіктіме қарай құстай ұшып барушы едім. Уақыт солай өтіп жүрді. Бір күні Ғабит ұялы телефонда сөйлесіп тұрып, қатты шошып айқайлап жіберді. Не дейсіз? Апа, оны қалай жібердіңіз? Ғабит, тыныштық па? Бәрі дұрыс па? Досым, саған айтар жағымсыз жаңалығым бар. Айтсаңшы, не болды? Көркемді көрші ауылда Қайрат алып қашып кетіпті. Не? Кәні онда жолға шығайық. Мен оны бермеймін. Біздің махаббатымызға қиянат етуге қалай дәті жетті? Ол оңбағанды өлтірем. Ғабит екеуміз такси жалдап, кештетіп жолға шықтық. Қаным басыма шауып, ашудан жарылардай күйде тұрдым. Жарт жолға жеткенімде әкем тоқтаусыз қоңырау шала берді. Телефонды көтергім келген, бірақ әкем менің ойымды іске асыруыма кедергі бола ма деп жауап бермедім. Телефонды сөндіріп тастадым. Біраз уақыттан соң Ғабитке қоңырау шала бастады. Асхат, әкең қоңырау соғып жатыр. Жауап берме. Егер ол мен келе жатқанын білсе, көркемді алып қайтуға рұқсат бермей, кедергі келтіріп жүрер. Телефоныңды өшіріп таста. Сен маған жауап бермеген соң, маған қоңырау соққанына қарағанда маңызды бірдеңе айтар. Жауап берейік та? Не айтады дейсің? Балам, ақмақтық жасама, олай етпе, бұлай етпе дейді. Жауап берме. Ғабит менің қалауымды орындап, телефонын сөндіріп тастады. Ауылға жеткен бойда жігіттерді жинап, екі көлік болып Қайраттың үйіне қарай жолға шықтық. Кенет қарсы алдымыздан Назым әпке шығып, жолымызды бөгеп көліктің алдына тұрып алды. Апа, сіз мұнда түн ортасында не істеп жүрсіз? Неге жолымызды бөгедіңіз? Әпке, былай тұрыңыз, мен көркемді алып қайтуым керек. Жоқ, алып қайтпа. Барған жерінде қалсын. Әпке, не айтып тұрсыз? Біз бір-бірімізсіз өмір сүре алмаймыз. Мен оған өлердей ғашықпын. Қайтып келген қыз жаман. Балам, оған енді ақ орамал жабылып қойды. Қайтып алып келіп бізді ауылдықтардың алдында қара бет етпе. Оны дәл қазір өзім алып қашам. Ешкімнің алдында қара бет болмайсыз. Оны қазір алып қашып кете алмайсың. Неге? Әкем мен анам көркемді келін ретінде әлде қашан қабылдап қойған. Әкең қазір қара жамылып, анасынан айырылып отырғанда келін алып қалай той жасамақ?
Не айттыңыз қазір? Әжем қаза болды ма? Құдайым-ай, сен әлі естімедің бе? Жоқ, мүмкін емес. Бұлай болмайды. Екі оттың ортасында қалдым. Назым әпке аяғыма жығылып, жылап тұрып, Көркемді алып қайтпауымды өтінді. Оны алып қашқан күнде де әжем қаза болып тұрған соң той жасай алмайым. Басымды қайда соғарын білмедім. Әкем әжемнің қазасын жеткізбек болып қоңырау соққан екен, мен оны қайдан білейін. Амалсыз өз үйіме бардым. Барсам, туған туыс бәрі жиналып қалыпты. Әкем қан жұтып тұрса да шетке шақырып, не істерімді сұрадым. Балам, өзің түсінсеңші. Назым оған ана орнына ана болып асырап бақты, өсірді. Қазір қызды үйіне алып барсаң қайтып келген деп, жұрттың бәрі келе кетеді. Әжеңнің жылдық асы өтпей той жасай алмаймыз. Бір жыл бойы қыз байғұс жұрттың сөзін көтеріп жүре ме? Тағдыр солай болса амал нешік? Екеуің де бақытты болып кетесіңдер. Ол қызды жайна қалдыр. Әке, мен оны сүйем ғой. Балам, мен де анаңа дейін талай қызға ғашық болған. Уақыт емші, сен әлі-ақ өз бақытыңды табасың. Не істерін білмеймін. Ойланып ой түбіне жете алар емеспін. Сыныптас, ауылдас достарым жаназаға көмектесуге келді. Отын жарып, су тасып далаға шатыр жабуға көмектесіп барын салды. Арасында Хабит те жүр. Хабит бір шетке шақырып, қолыма бір жапырақ қағаз ұстатты. Көркемнің қуғыншысы болып барып қайтқан екен. Көркем бұл хатты маған жеткізуін сұрапты. Дереу хатты ашып оқыдым. Сүйіктім, мені кешір. Қазаның арты қайырлы болсын. Демек тағдыр бізге бір болуды жазбаған екен. Мен сені ғана сүйдім, және мәңгі сүйіп өтем. Өзің білесің, мені асырап өсірген Назым әпкем, ол кісіні сөзге қалдырып, қайта орала алмаймын. Кешір алсаң, кешір мені. Өз бақытыңды табатыныңа сенемін. Хош бол. Я, тағдыр солай жазса, қолдан келер қайран жоқ. Бұл жағдайға көнбеске амалым болмады. Хабитті әр көрген сайын Көркемнің жағдайын сұраймын. Жағдай жақсы дейді. Оқуымды аяқтап, сол жоғары оқу орнында жұмыс қалып қалды. Анам үй шаруасынан әбден шаршап тозып кеткен соң, жасым 30-ға таяғанда анам таңдаған қызға үйлендім. Аллаға шүкір, алған жарым адал. Әкем мен анама аямай қызмет етіп жатыр. Бірақ оған көңілім жылымайды. Көркемдей сүйе алмаймын, алайда құрметтеп, бар жағдайын жасауға тырысып-ақ жүрмін. Ол махаббатымның қайта оралмасын білсем де, ұмыта алар емеспін. Қайта оралмайтын махаббатымның шырмауынан қалай құтылсам болар екен?